Ал мына жерде бізде Әбіш Кекілбайұлының киім ілдіргіші және өзінің алған ордендері және тағы да басқа заттары бар. Оқушылар келесі кезекте бізде Әбіш Кекілбайұлының өзінің жұмыс орны. Бұл жерде қарап тұрсақ, ежелгі принтерді бұрынғы заманда принтерін көрсетіп болады. Және Әбіш Кекілбайұлының суреттері және домбырасы өзінің жасайтын жұмыс жасайтын кітаптары және тағы да басқа кітаптары бар. Ал оқушылар келесі кезекте бізде Әбіш Кекілбайұлының қонақ күтетін болса, бұл жерде көзге түсетіні бірінші Әбіш Кекілбайұлының кезіндегі үлкен сағат және қонақ күтетін үстел және сөрелер, тағы да ескі телефон және портфельдер бар. Әбіш Кекілбайұлының айтқан сөзі бар екен. Жұрт Оксфорд пен Кембриджді табысты аяқтағандарына қандай мақсаттанса, біздер шақта орта мектебін бітіргенімізге сондай мақсаттанушы едік. Әбіш Кекілбайұлы 1939 жылы 6 желтоқсан күні Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы бұрынғы Гурьев облысы Оңды ауылының Ал оқушылар келесі кезекте біздер тіршілікті қалай пайда болғанын көре аламыз. Бірінші архей заманында төлден тіршілік болмаған, кейін протерозой заманында уже жаймен жәндіктер және судағы өсімдіктер пайда болған, кейін Кембрий заманында уже жаңадан жәндіктер қосылған, Ордовикте медуза және тағы да басқа балықтар, Силурида шаян балық дегендер, Девонда балықтар дамыған, ал Карбонға келетін болсақ, ол жерде суда ірі денелі жануарлар және қолтырауындар, Перм заманында